мақсатым жас ұрпақты өмірге, әлемге, болашаққа, еңбекке деген дұрыс көзқарасты қалыптастыру. Бұл үлкен жауапкершілікті талап ететін педагогикалық міндет. Қашанда жақын маған бұл мектебім, өзіңді дұрыс болар құрметтеуім, өйткені сенде өтті өмірімнің, оқушылық қысы жаз гүл көктемім. Білім мен тәрбие берген бала шақта, мектебімнің әр сәтін дара сақта. 9 жыл тәлім алып қабырғаннан, түлеп ұштым жақын кез болашаққа. Оқыдым, онды солды байқап алдым, өзінсіз қалай енді жай табармын. Оқушы боп кетіпем қимастықпен, ұстаз болып ақыры қайта оралдым. Ақылмен түйсініп, жүрекпен сезінетін, байым парасатымен, тағым талғамымен танылатын, интеллектуалдық әлеуметті мықты, революциясы жоғары, сөзі маржан, үні ұлағатты, кәсіби ұстазға айналу үшін үлкен еңбек, көп ізденіс керек. Ал бұл мақсатқа жету үшін оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы деп айтып кеткен Сәкен Сейфуллин ағамыздың осы өлең жолдарын жаныма серік етпекпін.